Ішекте триллион бактерия өмір сүреді. Олар денеміздің басқа мүшелерімен әрекеттеседі. Ғалымдар соңғы жылдары ішегіміздің денсаулыққа қалай әсер ететінін зерттеп келеді. Біздің ас қорыту жүйеміз денеміздің көптеген маңызды мүшелерінің сау болуына жауап береді екен. Бұл дұрыс тамақтануға көшуге тағы бір себеп. Терінің қызарып бөртуі, құрғақтық барлығы түр келбетіңізді білдіреді. Бір жағынан, бұл ас қорыту жүйесінде қиындықтардың бар екенінің бір белгісі. Мұның барлығы ішекке түскен әртүрлі астардың себебінен иммунитетіміздің аллергияға қарсы іс-әрекеті. Сонымен қатар, ішегімізде лас шлактың болуының нәтижесі. Көп адам ішек пен мидың байланысына сенбеуі мүмкін. Шындығында, ішек бактериялары мен ми арасындағы байланыс таң қалдырмай қоймайды. Ішек жасушасы серотин гормонын өңдеп шығарады, ал бұл көптеген үрдістерге қатысады. Соның ішінде көңіл-күй гормоны ретінде танымал. Ішек микрофлорасы цитокин өңдеуге қатысады. Бұл иммунитет жүйесінің ағуызы, сонымен бірге ми жұмысына да әсер етеді. Ішек микробтары гематоэнцефалиялық кедергінің жұмысына әсер ететін заттарды өңдейді. Бұл ми мен қан тамыр жүйесі арасындағы сүзгі қызметін атқарады, яғни миды қандағы зиянды заттардан қорғайды. Тамақпен бірге ішекке көп мөлшерде бөгде ақуыздар мен ауру туғызатын әртүрлі заттар түседі. Ішек осы затты тезірек жоюға жұмыс істейді. Сол үшін ішегімізде микрофлоралар өмір сүреді. Иммундық жүйенің көп бөлігі ішекте орналасқан. Сондықтан ас қорыту жүйесінің жұмысы барлық денемізге әсер етеді. Нашар жұмыс істейтін ішек келесі ауруларға әкелуі мүмкін. Астма, мигрень, аллергия және аутоиммундық ауру. Яғни иммундық жүйеміздің жасушалары өз ағзамызға шабуыл жасайды. Бүйрек пен ішек ағзаға су-тұз балансын реттеуге көмектеседі. Сонымен қатар, ішектен немесе бактериялардың өмір сүруінен пайда болып, қанға түскен токсиндерді бүйрек тазалап тұрады. Егер ішектің шырышты қабаты дұрыс жұмыс жасамаса, бүйрекке зиян тигізуі мүмкін. Яғни, ішектен қанға түсетін зиянды заттар көбейеді. Нәтижесінде қабыну үрдісіне алып келеді. Бұл өз кезегінде бүйректі зақымдайды және бүйрек жетіспеушілігінің дамуына әкеледі. Бауыр ағзаны тазалауға жауап береді. Ішектен қанға түскен барлық зат бауырға түседі. Сондықтан ішек жұмысы және шырышты қабаттың бүтіндігі бұзылғанда әртүрлі бауыр ауруына әкелуі мүмкін.